Қалаға жақын орналасқан Қызылжарма ауылындағы мәдениет үйі жанынан 2014 жылдың қаңтар айында Қуаныш Ахмет қызының ұйымдастыруымен жергілікті өнерпаз аналардан әжелер ансамблі құрылды. Қазіргі уақытта халық көзайымына айналып келеді. Жас кезінде бейнетін, қартайғанда зейнетін бер деп жататын көнегөз қарияларымыз келіндеріне өнегелі ене, немерелеріне сүйікті әже атанған ақ жаулықты аналарымыз кезінде сыр топырағында дүниеге келген тұлымшағы желбіреген қыз, адал жар, бала сүйген ана, қазіргі кезде әже. Бүгінде әжелер ансамблі құрылғалы бері көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындары иемденіп жүр. 2014 жылдың ақпан айында Абай ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен дәстүрімнің бал қаймағы әжелер атты қалалық байқауға қатысып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Наурыз айында мәдениет үйі ұйымдастырған Асыл ана келінге пана атты қалалық ене мен келін жұптар арасындағы байқауға Ермағанбетова Бидаш келіні Бекболат қыз айымен қатысып, жүлделі бірінші орынды иемденді. Маусым айында өткен Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер атты республикалық фестивалінің қалалық іріктеу турына қатысып, ансамбль мүшесі Гүлжан Тәшенова облысқа жолдама алды және облыстық байқауға қатысып алғыс хатпен марапатталды. Қазан айында Сабира Майханова атындағы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен қарттарын қадірлеген ел ардақты атты қалалық әжелер байқауына ансамбль мүшелері Нұрмаханова Сәнтай мен Иманғалиева Гүлжан қатысып, жүлделі бірінші орынмен марапатталды. 2016 жылы қаңтар айында қалалық және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен өткен әжем айтқан ертегі атты әже мен немере арасындағы қалалық байқауына әжесі Иманғалиева Гүлжан мен немересі Бақтыбай Айым, Ермағанбетова Бидаш пен немересі Талғат Бексұлтан, Еділова Ұлбике мен немересі Өмірсерік Ағекемен қатысып, облыстық байқауға жолдама алды. Облыстық байқаудан Ермағанбетова Бидаш жүлделі 3-ші орын, Еділова Ұлбике алғыс хатпен марапатталды. 2017 жылы наурыз айында қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен Ізет Иба Парасат атты ене мен келін арасындағы қалалық байқауына Тәшенова Гүлжан келіні Исламбек Айжанмен қатысып, жүлделі 2-ші орынды иемденді. Сәуір айында Сабира Майханова атындағы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен әжелер алтын қазынам атты қалалық әжелер байқауына Тәшенова Раушан Жүсіпқызы қатысып, жүлделі 2-ші орынды иемденді. 2019 жылы Ізет Иба Парасат атты ене мен келін жұптар арасындағы қалалық байқауда Ермағанбетова Бидаш келіні Абдуллаева Қарлығашпен қатысып, жүлделі 2-ші орынды иемденді. Абай ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен ұлағат болсын ұлыңа, ғибрат болсын қызың атты облыстық әжелер ансамблінің облыстық байқауында 1-ші орынмен марапатталды. 2020 жылы Қарауылтөбе ауылдық клубының ұйымдастыруымен өткен Ізет Иба Парасат атты ене мен келін арасындағы облыстық байқауда Нұрару би тобының жетекшісі Абдуллаева Қарлығаш енесі Абдуллаева Назыммен қатысып, 1-ші орынды иемденді. 2021 жылы Сабира Майханова атындағы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен әжелер сөзі тәрбие көзі атты онлайн қалалық әжелер байқауында Тәшенова Гүлжан Жүсіпқызы қатысып, жүлделі 1-ші орын алды. Талсуат ауылдық клубының ұйымдастыруымен әже көңілдің ажары, немере өмірдің базары атты қалалық сайысқа Сүлейменова Майра Кеңшілікқызы немересі Хамза Ергеназбен қатысып, жүлделі 3-ші орынды иемденді. Ақжарма ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында дәстүрді дәріптеген әжелер атты әжелер ансамбльдері арасындағы онлайн қалалық байқауда әжелер ансамблі бас жүлдені иемденді. Қызылөзек ауылдық клубының ұйымдастыруымен ақылшы ене Ибалы келін арасындағы қалалық онлайн байқауда Иманғалиева Гүлжан келіні Мұзаппарова Сымбатпен қатысып, жүлделі 2-ші орынды иемденді. Қарауылтөбе ауылдық клуб үйінің ұйымдастыруымен Ізет Иба Парасат атты ене мен келін жұптар арасындағы облыстық онлайн байқауында Абдуллаева Назым мен Абдуллаева Қарлығаш қатысып, 1-ші орынды иемденді. Жаңақорған аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен Абай әндерін орындаушы ардагерлердің тарих тұлға тағылым атты облыстық онлайн ән байқауында Ермағанбетова Бидаш қатысып, 3-ші орын алды. 2022 жылы Талсуат ауылдық клубының ұйымдастыруымен әже көңілдің ажары, немере өмірдің базары атты қалалық әжелер байқауында Ермағанбетова Бидаш немересі Талғатұлы Нұрдәулетпен қатысып, жүлделі 1-ші орынды иемденді. Алматы қаласында өткен өнерлі елдің өрісі биік атты республикалық 50 жас пен 90 жас аралығындағы талантты жандарға арналған өнер байқауында Қуаныш әжелер ансамблі хормен ән айту жанры бойынша 1-ші орынды иемденді. Алматы қаласында өткен өнерлі елдің өрісі биік атты республикалық 50 жас пен 90 жас аралығындағы талантты жандарға арналған өнер байқауында ән салу жанры бойынша Тәшенова Гүлжан 2-ші орын, Рахымжанова Бибі Хадиша 3-ші орынды иемденді. Дәстүрлі
ән жанры бойынша Иманғалиева Гүлжан 1-ші орын, Ермағанбетова Бидаш 2-ші орынды иемденді. Абай ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен «Ұлағат болсын ұлыңа, ғибрат болсын қызыңа» атты облыстық әжелер ансамблінің арасында өткен байқауда бас жүлде иемденді. Жетекшісі Қуаныш Ахметқызы алғыс хатпен марапатталды. Облыстық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен «Қазақтың даналық ғибратты сөздері» атты шежірелі ардагерлердің облыстық байқауында Ермағанбетова Бидаш қатысып алғыс хатпен марапатталды. 2023 жылы қала әкімі Асылбек Шәмеевтен алғыс хат алды. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен «Ұлағатты әже» атты әжелер ансамбльдері арасындағы облыстық өнер фестивалінің қалалық іріктеу турынан бас жүлде иемденді және облыстық байқауға жолдама алды. Облыстық «Ұлағатты әже» атты әжелер ансамбльдері арасындағы байқауда алғыс хат иемденді. 2023 жылы Сыр Дидары бөбекжай балабақшасында 1 қазан қарттар күніне ұйымдастырылған «Қазыналы қарттарым» атты іс-шарасына қатысқан үшін Қуаныш әжелер ансамблінің жетекшісі Қуаныш Ахметқызы алғыс хатпен марапатталды. Ал сіздер халқым аман болыңыздар, күндей күліп, толған айдай толыңыздар. Сахнаға келе жатқан әжелерге қошеметтеп аялай қол соғыңыздар.